Сәлем достар, бүгін біз сіздермен нутелладан кем түспейтін үй жағдайында шоколад пастасын дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін біз ең алдымен ыдысымызға 100 мл сүтімізді құямыз. Оның үстіне 1 ас қасық қант саламыз және ванильді қанттан 2 шай қасық саламыз. Және 200 мл сұйық майымызды құямыз. Осының барлығын блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Міне бізде осындай қою масса пайда болады және оның үстіне 2 ас қасық какао ұнтағын қосып, тағы да блендердің көмегімен жақсылап езіп араластырып аламыз. Міне біздің өте дәмді нутелладан кем түспейтін шоколад пастамыз дайын болды. Үй жағдайында жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.